Ассалаумағалейкум достар, өткен жолы шеберхананың видеосында мен сіздерге утеплитель полинор туралы айтамын деген. Мен полинорды өте жылдам утеплитель деп алдым, себебі шашасың бітті стенаға, төбеге шашылатта пена құсап бері қартай сінеді. Өте қатты сінбейтінін білдім, себебі ютубтан алдын ала ол туралы видеоларда көрдім. Полинордың бағасы 2900 теңге мен 3100 теңгенің арасында. Мен 29 штук керегеге 18 штук төбеге жетеді деп алдым. Әрқай баллон 3 квадрат жерге жетеді деп есептеген шақта. Алдым, алып кеп шаштым, стенаға нормально шашылды, ал төбеге келген кезде кішкене қиындау болды, себебі менде крышадан кейін сразу лапша болды. Лапшаның арасына да полинорды толтыруға тура келді. Ол 3 квадратқа да жетпеді шашқан полинорым. 2,5 квадрат, 2 квадрат қана болып қалды. Негізінде онша ұнамады. Сөйтіп қалған полинордың бәрін бүкіл тесіктерді бітеп алдым. Пена ретінде қолданса жақсы екен, пена ретінде. Бүкіл тесіктерді бітеп пена құсап шашып, бүкіл стенасына шашып алдым. Енді сосын төбеге басқалай утеплить етуді көздедім да, төбеге бірінші пенаны орнатып алдым, пенопласты, кәдімгі пенопласт 2 квадраттық. Және де соның жиектерінде ауа кірмесін деп жиектеріне полинорды пена құсап шашып тастадым. Полинорды пена ретінде қолдансаңыздар, жай есікті не болмаса ұзақ шелдерді бітегенге соған жақсы екен. Пенаға қарағанда ұзақ объемға жетеді. Ойлаймын, полинормен 1 квадрат, 2 квадрат сияқты жерлерді, тегіс жерлерді утеплять еткенге ыңғайлы деп. Ал мен сияқты 100-150 квадрат үлкен шеберхана сияқты жерлерді утеплять етем десеңіздер, онда алуға тұрарлық нәрсе емес.